Бізге қажетті заттар 300 грамм ұн, 50 грамм какао, 20 грамм разрыхлитель, 6 жұмыртқа, 200 грамм қант, 120 грамм май және 200 грамм бельгиялық шоколад. Крем үшін қажет болатын заттар бізге натуралды сливки, творожный сыр және қант қажет болады. Жұмыртқаны жай жылдамдыққа қойып, 200 грамм қантты жаймен жылдамдығын көтеріп қосып бастаймыз. Алдымен кастрюлемізді отқа қойып, сотейникқа 120 грамм майымызды салып, ертіп аламыз. Алдымен сотейникке 120 грамм майымызды салып, жай отта ертіп аламыз. Ерген майымызға отын сөндіріп, ішіне 200 грамм шоколадымызды салып, біртекті масса болғанша араластырамыз. Массамыз біртекті болғанша араластырамыз, және ол қатты ыссы болмау керек, себебі жұмыртқаның ішіне қосқанда жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Ағарып соғылған жұмыртқамызды сөндіріп миксерін ішіне еріген шоколадымызды жылы болу керек, ыссы болмау керек. Ішіне құйып, жай жылдамдыққа қойып, араластырамыз. Електен өткен ұнымызға, електен өткен какао және електен өткізілген разрыхлительді қосып, осы құрғақ массаның барлығын араласқан какао, шоколад пен жұмыртқаның ішіне қосамыз. Осы екі массамызды миксердің жай жылдамдығымен араластырып, кейін қалғанын шешіп алып, лопаткамызбен дұрыстап араластырамыз. Қамырымызды біркелкі болғанша дұрыстап араластырамыз. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Осылай пергамент қағазына сандарымызды бастырып, сызып, 3 қатардан немесе 4 қатардан дайын қағаздар дайындап қоямыз. Кейін дайын болған қамырымызды алып, осы пергаменттардың үстіне пышақпен біртекті қылып жайып шығамыз. Қағазға жайылған корждарымызды 180 градуста қыздырылған пеште 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Корждарымыз дайын болды. Енді қағаздан ойылған сандарымызды үстіне қосып, теп-тегіс қылып кесіп шығамыз. 500 грамм сливкиді 300 грамм творожный сырмен саламыз, араластырып. Және миксерге орналастырып, 120 грамм қантпен жаймен араластырамыз. Бұл тек бір цифры тортқа жетеді, екіншісіне жеткізу үшін екінші қайтара кремді қоятын боламыз. Дайын болған кремді осылай кондитерлік мешоктарға салып, коржығымызды коробканың үстіне қойып дайындап, үстінен кремімізді дөңгелек насадкамен саламыз.
Осымен тортымыз дайын болды.